Баршаңызға ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай өте керемет сочный, дәмі деген мощный болып шығатын пирог әзірлейтін боламыз. Тойымды пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге жұмыртқа, шампиньон, сарымсақ, яғни пияз, тауықтың төс еті, брынза, сметана, сыр, сонымен қатар ұн, сары май, разрыхитель, укроп қажет болады. Қажетті құрамның бәрін өлшемімен описанияға жазып қоямын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Укропымызды ұсақтап турап саламыз. Үй температурасында тұрған сары майымызды саламыз, разрыхителімізді саламыз. Жақсылап тұрып крошка дайындап аламыз. Міндетті түрде укропты салыңыздар деп айтпаймын, салмасаңыздар да болады. Осылай қолымыздың көмегімен жақсылап тұрып крошкасын дайындап аламыз. Келесі кезекте бір жұмыртқаға жарты шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, үстіне құйып, қамыр илейтін боламыз. Бізде қамыр қолға жабыспайтын қамыр болып шығады, жұмсақ. Бұл қамырды 15-20 минутқа холодильникке демалдыруға қойып қоямыз. Осындай әдемі қамыр болып шығады. Ендігі кезекте сметана, брынза, сырымызды теркадан өткізіп, бір жұмыртқамызды жарып салып, араластырып қоямыз. Бұл біздің пирогымыздың ең бетінде тұратын начинкасы, яғни сыртқы начинкасы. Ешқандай да тұз салмаймыз. Өйткені брынзаның да, сырдың да өзінің тұздары бар болады. Табамызға майымызды құйып, қыздырып аламыз. Қыздырып алғаннан кейін пиязымызды қуыратын боламыз. Пиязды ірі немесе ұсақ қып турасаңыздар да болады. Ең маңыздысы пиязымызды езілгенше қуыратын боламыз. Пиязымыз езіліп қуырылғаннан кейін үстіне жаңағы ұсақталып туралған тауық етімізді салып, тағы да араластырып отырып қуырып алатын боламыз. 5-7 минуттай қуыратын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Қоңырауша батырмасын басуды ұмыт кетпеңіздер. Видеоларым ұнаса, жақындарыңызға, достарыңызға таратып, қолдап жіберсеңіздер. Бұл мен үшін өте маңызды, алдын ала рахмет. Келесі кезекте шампиньонымызды ұсақтап турап алып, оны да салатын боламыз. Жақсылап қуырамыз. Үстіне тұзымызды, қара бұрышымызды саламыз, дәміне қарай. Қатты ащы болып кетпесін. Жаймендеп араластырып отырып қуырып алатын боламыз. Шампиньондарымыз салғаннан кейін 5-7 минуттай қуырып алғаннан кейін формамызға қамырымызды жайып, осылай біркелкі етіп формасын дайындап алатын боламыз. Қамырымыз жайып болғаннан кейін жаңағы біздің шампиньонымызды салатын боламыз. Осылай сүзіп саламыз. Міндетті түрде ішіндегі суы кет қалмауы керек. Оның үстіне жаңағы сметанадан жасалған начинкамызды құйып, біркелкі жағып шығатын боламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі ерекше болып шығады. Отбасыларыңызға, балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Тіпті сатылымға шығарсаңыздар да болады. Өте керемет пирогтардың бірі. Тойымды. Осылай біркелкі жағып шыққаннан кейін 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Осындай әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.
go'shti degan sochniy bo'lib chiqadi. Miniki ko'rib turganlaringizday o'ta keremet bo'lib chiqadi. Kelesi videoda jolukkancha aman sog' bo'lingizlar.